Қандай газды қиып кетіпті, міне. Газ аймақтың адамдары. Мынандай қағаз қойып кеткен. Бұлар. Мен үйде жоқ едім, енді келе жатырып едім. Үйде аяғы сынып жатқан больной бір анам бар өзі. Үйдің иесі. Сол кісі үйде жалғыз қалады да. Мен есікті аштым. Мына жерде қоқыс лақтырып кеткен, міне. Көріп тұрғандарыңыздай коланың, сосын бутылка, бутылка. Мына заттар жоқ еді, мен бар кезде үйде. Ондай заттар жоқ еді үйдің алдында. Бұл газ аймақтың адамдары өшен бір оңбаған, топас, осындай жаңағы қоқыстарды лақтырып кететін, біреудің үйінің алып бүлдіріп кететін адамдар екен бұлар. Тарын жасайды екен, және бүлдіртпей кетеді екен көтін ашып. Міне заңсыз қиып кеткен. Заңсыз қиып, осындай алып істеп кеткен, міне. Раз, оларға біз айтқанбыз, мына трубаны алып беріңдер деп. Мына трубаны алып беріңдер деп айтқанымыз қашанғы, олар болса әлі трубамызды алып, мына көршімізге келіп тұрған мына столбыларды алып, олар істеп берген жоқ бізге. Еще мына құдығымызға біз су құйдырамыз, сол уақытта біз мына трубаның кесірінен мына машин тиіп қала ма деп уайымдаймыз ғой енді. Біреудің машин бүлдіріп алмайды деп. Құдыққа машин келе алмайды, әрдайым қысылып келеді, үлкен машиналар вообще келе алмайды. Соның үшін мынаны алып беруіңізді сұранамыз деп қанша айттық газ аймаққа. Бірақ бізге алып берген жоқ мына көршіге өтіп тұрған, яғни мына нені газды трубасын. Осыларды алып беріп, осындай жұмыс жасамай бұлар тек қана жаңағы біздің үстімізден жаңағы аттап, яғни үйде ешкім хабарласпаса да мынандай қиып кетеді екен. Заңсыз түрде қиып кеткен бұлар. Заңсыз түрде қиып, воротаға кіріп кеткен. Енді бола ма ол заңсыз қиып кету, біреудің үйіне бастырып кіру деген, ол ұрлықпенен тең емес па ол? Біреудің үйіне бастырып, мен олардың үйіне бастырып кірсем, жақсы бола ма сол? Мысал үшін біреудің үйіне барып тұрып, бір мүлкіне зиян келтіріп кетсем бола ма? Біздің қарыздарымыз қате есепте жіберген 2021 жылдың апрель айында біздің қарыз болмаған, яғни 2021-де біз картада болмағанбыз бұл үйде. Біз 2023 жыл көшіп келгенбіз, бірақ 2023 жылдағы қарызды біздің мойынға арттырып жатыр, яғни. Бұрынғы үйдің иесімен сөйлестік, ол айтты, жарайды деді, сөйлесеміз деді, бірақ әлі олардан жауап болған жоқ, олар барып газ аймаққа барып сөйлескен жоқ. Сондықтан да осы проблеманы шешіп беруіңізді сұраймын, биліктегілер, сот жүйесі, немесе осы неге іс бойынша кімге хабарлассақ, сол адам шешіп берсін. Кім шешіп бере алса, сол шешіп берсін бұл проблемамызды. Заңсыз қиып кеткен. Еще мынаған қараңыздар, мына бізге документі берді осылайша. Сатып алғанда да мынандай квитанцияларын берді. Бірақ бұның ішінде міне числолары бар. Нешесінде төлегендері. 8.001 төлеген, 2.001 төлеген. Числосы міне 2021-дің 16 ақпанда төленгенде бар 5-6 квитанциялары, толық емес бірақ. Ал біздің өзіміздің атымызға алған документ міне. Енді мен барып газ аймақтың қалалық базасына бардым, яғни қалалық базасына. Қалалық базасына барғанымда мына жерде міне 2021 жылы апрель мен май айларында 40 мың, 30 мың төленген міне. Бұны біздің көрші төлеп жіберген біздің үйге. Ал жасып, соған төлеп кеткен. Енді біздің көршінің несін қиып кеткен газын. Оны қиғаннан кейін олар да осылай дауласып, ақыры нөл қылып, ол қарызды енді бізге жауған. Енді ол қарыз бізге жауылып кеткен. Міне. Мына жерде вообще төлемдер жоқ, міне, қараңыз. Міне, февраль, март, 2021-де февраль, марттар жоқ. Одан кейін вообще жоқ, міне. Мына жерде бір төлеген, мінекей. Февралдың 2022 жыл. Одан кейін вообще жоқ. Мына жерде де сондай аттап төлей берген. Мына жерлерін кім төлейді сонда? Мына жерлерін кім төлейді? Ертең бұны да бізге қазір мына қарызымыз төлегеннен кейін 70 мыңды мысалы мына 70 мыңды төлегеннен кейін мыналарды да ертең бізге төлетеді айналғанда. Үй біздің атта ғой. Енді мен осыны алып прокуратураға барсам, прокуратура айтады, сотқа барасың деді.
сотқа барып газ аймақты сотқа бересің деді. Енді газ аймақты сотқа берейін деп сотқа барсам, ол юрист жалдайсың деді. Мына адамның номерін беріп жіберді. Міне номерін көрсетпей қояйын. Мына адамның номерін берді. Бұл адамға соқсам, бұл адам айтады, газ аймаққа барып арыза жаз деді. Яғни газ аймаққа барып бұрынғы отырған адамдардың үстінен арыза жаз деді. Енді мен арыза жазғаныммен не пайда, енді бәрібір газым қиып кетті ғой. Енді бұған не дейсіңдер енді? Мен үйге келсем, мына анашым ұйықтап жатқан, мінекей осындай ханедоппенен жүреді, аяғын дұрыс баса алмайды. Үйдің иесі осы кісі еді. Осы кісі өзі есептеп, осы кісі өзі не істеп тұрып еді, әрдайым есеп счетін істеп газ аймаққа баратын еді. Енді қазір мынандай жағдайда болған соң ол бара алмайды, қайта аяғы ауырады. Операция болған февраль айында. Мына аяғын басса, бас айланады. Сондықтан ол былай таксимен де жүре алмайды, газ аймаққа қайта қатынай алмайды. Осындай жағдайды өткенде біздің үйге газ аймақ қиып кететін уақытта келді. Сол уақытта анашым осы ханедогымен сыртқа шығам деп тырысты ана есіктен. Содан кейін олар қимай бір күн срок береміз деп кетіп қалды. Ал біз бір күн сроктың ішінде бұрынғы хозяинға соқты қайта. Ол телефон көтерген жоқ. Кейін тағы соққаннан кейін көтерді. Сөйтіп газ аймаққа барып хабарласың деп өтініш қылғаннан жақсы деді, бірақ әлі олар хабарласқан жоқ газ аймаққа. Осы затты шешіп беруіңізді сұраймыз. Міне заңсыз түрде қиып кеткен, еще больной бар, үйде қиып кеткен. Анашым ұйықтап жатқан кезде олар келіп мазасын алып қиып кеткен. Ал анашым болса олармен хабарласа алмайды, қайта шыға алмайды. Көрсетіп жіберейін. Бір жағынан да гипс сияқты не оралған, мына аяғы ісіп кеткен. Міне осы аяғы яғни жарамды емес жүруге, газ аймаққа қайта қатынай алмайды. Мен барсам газ аймаққа постоянный бастығы жоқ, очередь болады, анаған бар дейді, мынаған бар дейді, сөйтіп сілте жібереді. Біз газ аймақты сотқа береміз бе, қалай болады сонда? Осыны шешіп беруіңізді сұраймыз жоғары жақтағылардан. Мынаны қараңыздар, еще бұл жазып кеткен жазулардың ішінде бәрі орысша. Міне біз қайсы мемлекетте жасап жатырмыз? Біз Ресейде ма, орыстардың жерінде жасап жатырмыз ба? Не үшін мынаны бізге қазақша қылып жазбайды? Тек ат фамилияларымызды ғана міне қазақша қылып жазады екен. Бірақ мына заттардың бәрі орысша. Мен орысша білмеймін, мен орыс класс оқымаған, түсінбеймін мен мысалы да. Не үшін бұлар тілді құрметтемейді? Не үшін Қазақстан жерінде жасап жатыр, бірақ қазақ тілінде бұлар жазуын жазып халыққа бермейді? Қане қайда қалды біздің Қазақстан деген қазақ тіліміз, ана тіліміз деген заттар? Осыған да тиісті шара көруіңізді сұрап қаламын.